жаңағы панкреатитім бар деп сіз екі пачка свеча ештеңе де болмайды. Панкреатит деген ол ұйқы безінің қабынуы, ол действительно опоясывающий боль береді, тамақты дұрыс қорытпай, ұйқыны нашарлатады, әлсіздік, шаршаңқылық, жүдеу, вообще жүдеулік болады. Енді екі свеча деген ештеңе де қылмайды, вообще 3 ай, 4 ай, 6 ай емделесіз ғой сіз деген. Свечаны жаңа чагамен екеуін нетіп істесеңізші, қолдансаңызшы. Таңертең чага, кешке айызды свечаны салыңыз. 2 ай, 3 ай солай. Сосын шамалы нені наблюдать етіңіз әлгі, шамалы диета сақтаңыз ше. Нан, қамырдан істелген тамақтарды аздау жеңіз, майлы тамақтарды аздау жеңіз, побольше су ішіңіз, сізде результат болады. Панкреатиттен мен жақсы результат алдым. Болады емделуге. Но панкреатит ұсақтау емделесіз. Это ұйқы без ғой, кішкентай ғана без, анау сосын бауырдың да жұмысы жақсару керек осыдан кейін. Ұйқы безбен бауырдың жаңағы, ұйқы безбенен бауырдың өт жолы екеуі асқазанға ашылады. Сол жер дұрыс істемегеннен кейін, конечно, тамақ қорыту, жаңағы дұрысталмайды. Опоясывающий боль болады, прям айналып, белің ортасы айналып тұрғандай болып ауырады. Опоясывающий боль. Соның бәрі кету үшін надо ұзақтау қолдану керек. 2 пачка деген не ол, бір көп болса 10 күн салған шығарсыз 2 мезгіл. Одан ешқандай да результат ала алмайсыз. Вообще любой препарат, любой вообще биологиялық белсенді қоспаларды результат 90 күн ғой, 90 күнде результат алуға болады. Оған дейін мен салдым, қойдым, алдым деген сөз, ол әңгіме емес, ол сөз емес. Так что ұзақтау қолданыңыз, нәтиже аласыз.